Ассалаумағалейкум жақсыларым. Қалайсыздар, амансыздар ма? Осыдан бір ай бұрын бір танысым хабарласады. Нұреке, ұлымның сүндет тойын жасайын деп едім. Анау тамада 1,5 миллион теңге сұрап жатыр. Сен де асабасың ғой, танисың ғой. Өтініш соның 1 миллионға бағасын түсіріп берші дейді. Мен енді ол танысымның жағдайын білемін. Жалдамалы үйде тұрады, тұрақты жұмысы жоқ. Сосын ренжіп ұрыстым енді. Ақымақсың ба сен? 1 миллионға тамада аласың ба, 4-5 сағат сөйлеп кететін не деп. Кеше Жезқазғанға бардым, бір досымның кәсібін көрсетіп, WhatsApp-ның статусына салдым да, жарайсың деп салсам, 1 ай бұрын хабарласқан танысым сол статусты көріп, біз қашан жараймыз деп сұрапты. Сосын айттым, жинағаныңды тырнақтап бір той жасайым деп, 5-6 сағат сөйлеп кететін асабаға 1 миллион шашатын болсаң, сен өміріңде жарамайсың. Көңіліне алып қалған шығар, бірақ шындық осы. Мен Қуатбек деген жездем айтатын, шындық деген бұл жаңғақ сияқты, сүйегі қатты болады, бірақ дәні тәтті болады деп. Шындық сол, айтылғанда естігенде қатты болады. Бірақ шындық ол шындық. Теміртау қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі мемлекеттік мекемесі мынандай бір керемет кітапша шығарды. Теміртау қаласы кәсіпорындарының анықтамалығы деген. Енді осыны ашып қарайтын болсақ, Теміртаудағы ол ең үлкен өнеркәсіп, ол Қармет акционерлік қоғамы басшысы Басин Вадим Владимирович. Одан кейін үлкен кәсіпорындардың бірі Металлосклад басшысы Бургов Максим. Одан кейін Теміртауский литейный завод Буницкий Вячеслав Юрьевич мысалы. Осылай ала береміз. Енді бұлар үлкен кәсіпорындар. Синтектреде Челников Никита Борисович мысалы. Осылай қарайтын болсақ, үлкен кәсіпорындардың барлығының басшысы өзге ұлт өкілдері. Ал енді одан бөлек мынандай орта кәсіпке, кіші кәсіпке келетін болайықшы. Каз Оптимум машиналардың мына терезесін жуатын, сұйықтық шығаратын мекеме басшысы Цой Алексей Валерьевич мысалы. SS Technology мысалы, сұйық сабындар шығарады. Ирина Васильевна деген кісі мысалы. Осылай қай-қайсысын ала беретін болсақ, мысалы мынау бізге кәдімгі 19 литр, 5 литрлік үйге су таситын торговая сети Вавилон деген, оның Якунин Алексей Павлович деген кісі басқарып отыр. Ол қала берді жиһаз дейтін мысалы. Грант Мебель Теміртау Дашкевич Владимир Александрович басқарып отыр. Осылай ала беретін болсақ, кәсіптерді, мысалы мынау пакеттердің сыртына жазу жазатын, полиграфиялық қызмет көрсететін Фольти деген фирма бар. Кан Раиса Константиновна деген кісі басқарып отыр. Енді қазақтар жоқ емес бар. 2 томды алатын болсақ, бірақ пайызы бір өте аз. Бұл жерде мен бұл кісілердің ұлтына тиісейін деп отырған жоқпын. Бұл кісілер мықты. Бірақ осы кісілерде бар бас, бізде де бар. Ол кісілерде бар ми, бізде де бар. Бірақ енді ол кісілердің миында бос тұрған жерді мен қандай кәсіп ашам, оны қалай дамытам, оны қалай жүргізем деген оймен толтырып тастайды. Ал біз бос тұрған жерді құдама қандай дубленка жабам, құдағиыма қандай сақин алып берем, баламның тойын қандай ресторанда жасайым, оған қандай тамада алам деген оймен толтырып тастаймыз. Содан кейін біз мынандай кәсібін ашқан кәсіпкерлердің қасына қосыла алмаймыз. Енді менің айтқым келіп тұрғаны, кішкене тойдың да реті бар, ретсізі бар. Кішкене осыны азайтып, бір кәсіп ашуға, ғылымға, білімге үлес қоспасақ, қазақтың жүргені осы. Жүрген, тойлаған. Той тәңірдің қазынасы, әрине той болған жақсы, тыныш заман болған жақсы. Бірақ тойдың да реті бар ғой. Мен де 17 жылдан бері той басқарып жүрген асабамын. Неше түрлі кісілер хабарласады. Нұрхан, балам 13-ке толып еді. Балам әскерден келіп еді. Баламның 1 жасы еді деп. Енді амал жоқ. Қуанышы болған соң кейден апақан сол жерден тапқаннан кейін барамыз, басқарамыз. Енді бізге бәрібір ғой. Ақша тапсақ болды. Бірақ деймді, сол балам 13-ке толды деп той жасап отқан кісі. Жұрттың баласының барлығы 12 жасында өліп қалып, сенікі ғана 13-ке толып отыр ма? Балам әскерден келді деп той жасайды. Жұрттың баласының барлығы әскерде өліп қалып, сен балаң ғана әскерден жалғыз өзі келді ма? Немесе жұрттың баласының барлығы 11 айлығында шетінеп, сен балаң ғана 1-ге толды ма? Ретпен жасаған той жақсы. Қазақ айтады,
байдың асын байғұс қызғанады дейді, бейшара қызғанады дейді. Біреудің ақшасын қызғанып, немесе біреудің жасап жатқан тойын қызғанып жатқан жоқ. Біз егер кредит алмай, жағдайы болып, байлығы болып, соның шетінен ағайын туысты қуантып жатса, құба құп. Бірақ енді шашылып, кредит алып, 6 сағатта өтіп кететін тойына 6 жыл кредит төлейтін қазақтарға тоқтатқаны дұрыс шығар деп ой салып отырғанбыз ғой. Міне мынау кәсіпорынның басшыларының барлығы өзге ұлттың өкілдері. Себебі бұлар біз сияқты орынсыз шашыла бермейді. Жоқ, мен өзім білемін, мен өзім білгенмен жүрем десеңіз, мен мына жақта кішігірім кәсібімді істеп, мына жақтан тойдағы нәпақамды тауып жүре беремін. Асабамын ғой. Тойым болса замандас, басқарамын, хабарлас деп жүре береміз. Енді өзіңіз білесіз. Мен ойымды айттым.